Саламатсыздар ма? 73-ші есебіміз шығаратын болсақ, бірінші есебімізде 287 қосылған 63 қосылған 13 дейді. Яғни бізге оңай тәсілі бірінші 287-ге 63-ті қосып алайық. 287 қосамыз 63. 10. 9-ға 6-ны қосамыз 15 бір ойда. 3. 350-ді қосамыз 13-ке. 6, 3, 363 деген. Бізде ол бірінші есебіміз. Екінші есебімізде 946 қосамыз 72, азайтылған 46 дейді. Яғни бұны да баған түрінде қоса бересіздер. 946-ға 72-ні қоссақ, 6-ға 2-ні қосамыз 8, 4-ке 7-ні қосамыз 11, 9-ға 1-ді қосамыз 10. Осы 1018-ден азайтамыз 46-ны. Менде өшірен 46. Яғни 8-ден 6-ны азайтамыз 2 болады. Қады қарсы аламыз 9, 10. 11-ден 4-ті азайтамыз 7 болады. Да 9 түсіреміз. Яғни 972. Мен бірінші есеппен екінші есепті өшіріп қояйын. Келесі бізде 535 азайту 46. Қарыз аламыз. Білесіздер 15, 15-ден 6-ны азайтамыз. Яғни 9. Тағы да қарыз аламыз. 10. Мұнда 12 болады. 12-ден 4-ті азайтамыз. 8 болады. Енді мұнда қарыз алғамыз 4 бар. 489-ды қосамыз 11. 10 болады. 8-ге 2-ні қосамыз 10. 5, яғни 500. Келесі бізде 4-ші есебімізде 61 көбейтілген 20 дейді, көбейтілген 5 дейді. 20-ға 5-ті көбейтетін болсақ 100. 61-ді біз 100-ге көбейтсек болады. Яғни 61-ді жазып 2-0 жазсақ болады. 6100 болады. 5-ші есебімізде 45 көбейтілген 6 қосылған 32 көбейтілген 6 дейді. Бұл есебімізде астына жазайын. Яғни біз 6-ны жақшан сыртына шығарып жіберіп, 45-ке біз 32-ні қосып алсақ болады. Тең. 45-ке 32-ні қосатын болсақ, мен сіздерге баған түрінде қосайын. 45 қосамыз 32-ні. 5-ке 2-ні қосамыз 7, 4-ке 3-ті қосамыз 7. Осы шыққан 77-ні көбейтеміз 6-ға. 6-7 42. 4 айда 6-7 42. Яғни 46 болады. Бұл бізде 5-ші есептің жауабы 462. Енді 6-ші есебіміз шығаратын болсақ, 68 көбейтілген 5 дейді, азайтылған 42 көбейтілген 5. Бұны да солай шығарсақ болады. 5-ті жақсан сыртына шығарып, 68-ден азайтамыз 42-ні. Тең. 68-ден азайтайық 42-ні. 8-ден 2-ні азайтамыз. Онда 6 болады. 6-дан 2-ні азайтамыз. 6-дан 4-ті азайтамыз. 2 болады. Осы шыққан 26-мызды 5-ке көбейтеміз. 5 6 30. 2 5 10. Ойда 3 бар. Яғни 13. Яғни бұл есебіміз 130 екен.